Алматы 1, Алматы 2. Ойыңызға не келді? Я, теміржол вокзалы. Бүгін біз 1936 жылы ашылған Алматы 2 теміржол вокзалына келдік. Алматы талай жанның арман қаласына айналған ірі шаһар. Әсем қалаға келіп, аспанмен таласқан тауларын көріп, тарихи жәдігерлермен танысуға құштар жан көп. Ал Алматы 2 теміржол вокзалының алдында хан Абылайдың мүсіні менмұндалап тұрады. Себебі вокзал Абылайхан даңғылының басында тұр. Құшағын кең ашқан қария мен кесе сұнған ананың мүсіні қонақжай қазақ халқының дархан көңілінің айқын көрінісі іспеттес. Ғимарат 1930 жылдарға тән классицизм стилінде салынған. Вокзал құрылысы 1939 жылы аяқталған, әйтсе де, осы уақыттан бері 3 рет қайта өңдеу жұмыстары жүргізілді. Теміржол вокзалының ғимараты мемлекеттік сәулет ескерткіш саналады. Содан болар, ескі Алматының сарқын шағы сияқты. Вокзал сөзінің төркіні Фоксан сөзінен шыққан. 1777 жылы бұл атау Англияда қолданысқа енген екен. 18-19 ғасырларда ойын-сауық орталықтарын осылай атаған. Алматы 2 теміржол вокзалынан күнделікті әр 15 минут сайын пойыздар еліміздің түкпір-түкпіріне, тіпті шетелдерге қарай жеткейді. Алматы 2 теміржол вокзалынан қысты күні 4000, жазды күні 3000 адам діттеген жеріне жетеді. Осымен Алматы 2 вокзалына саяхатымыз аяқталды. Ендеше Алматы 1 теміржол вокзалына барайық. Алып шаһардың солтүстігінде орналасқан 9 жолдың торабы саналатын Алматы 1 теміржол вокзалына келдік. 1000 жылдық қалада 2 вокзал бар. Ел арасында бірінші Алматы аталып кеткен екінші вокзалдың аумағы 17564 шаршы метр. Бұл ғимараттың жайы да жөні де бөлек, себебі қазақтың қайсар ұлы Дінмұхаммед Қонаев ғимарат құрылысына өзі атсалысқан. Вокзал темір бетоннан жасалып, мәрмәр тастармен қапталған. Содан болар, дала қаншалықты ыстық болса да, вокзалдың іші қоңыржай. Алматы 1 теміржол вокзалы, жарық шамдар, бәрі заманауи үлгіде жасалған. Ал осы кереметті бір элемент толықтырып тұр. Ол біздің шаңырақ. Шыныдан қаланған кешен болып көрінгенмен, жертөлені қосқанда ғимарат 3 қабаттан тұрады. Айтпақшы, вокзал ішінде жолаушыларға барлық жағдай жасалған. Осымен Алматыдағы теміржол вокзалдарына саяхатымыз аяқталды. Бірі тарихымен, екіншісі сәулетімен баурай алды. Естеріңізде болса, 2021 жылы Алматыда 3-ші теміржол вокзалы ашылады деген ақпарат тараған еді. 3-ші вокзал несімен ерекшеленеді екен?